Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, керемет болып шығатын творожный пирогты пісіретін боламыз. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Тапсырысқа да істесеңіздер болады осы рецептпен. Келесі видеомда осында айран қосылған үйдегі бар азық-түліктен пирог жасайтын боламыз. Пирогқа керек заттардың барын алдын ала дайындап аламыз. Қанша грамм екенін описанияға қалдыра кетемін. Ең алдымен електен өткізілген осы ұнымызға сармайымызды салып, қолдың көмегімен крошка жасайтын боламыз. Видеода көрсетілгенде қолыңызбен езесіздер. Сосын үстіне 120 грамм қантымызды саламыз, бір жұмыртқаны салып, бір шай қасық разрыхлителімізді салып, қолдың көмегімен қамыр елейтін боламыз. Қамырымызды елеп болған соң, кішкене егер сіздердің қамырларыңыз қолға жабысқан болса, кішкене ұн сеуіп жеріп, тағы да бір елеп, бетін жауып, холодильникке 30 минутқа қоя тұрамыз. Ал енді начинкасын дайындайтын боламыз. Бізге керегі осында қант, жұмыртқа, сосын творог. Егер сіздердің творогтарыңыз сулы болатын болса, суын ситадан өткізіп қосқандарыңыз абзал. Осында жұмыртқамызды, сосын қантымызды салып, блендердің көмегімен майдалайтын боламыз. Енді 30 минут өткен соң, осында пергаменттің қағаздың үстіне кішкене ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен қамырымызды жаямыз. Сосын мендегі форма 18-28. Сіздер 24 домалақ формада істесеңіздер де болады. Осылай шеттегі қамырларын алып, бортикке жасайтын боламыз. Бортиктерін өте жұқа қылып жасаңыздар. Сол кезінде әдемі болып піседі. Астын қалыңырақ қылғандарыңыз дұрыс. Үстіне творожный массамызды құйып, тегістеп, үстіне ягоды немесе мен сияқты вишня қолдансаңыздар да болады. Осыны қызып тұрған пеште 170 немесе 180 градуста 30-35 минутта піседі. Алда менің жаңа видео рецепттерімді көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.